Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы гүлдің құрылысы, тозаңдану мен ұрықтану. Гүл дегеніміз не? Гүл дегеніміз өсімдіктің көбею мүшесі. Гүл қысқарған, түрі өзгерген, өркен. Гүлдің негізгі құрылысы гүлдің гүл сағағы, гүл табаны, тостаған жапырақша, төртінші күлте жапырақша. Өсімдіктің күлте жапырақшалары әртүрлі болады. Көбіне ашық түсті, ашық реңді болады. Қызыл, ақ, сары, тағы да басқа. Біз раушан гүлдердің түрлі түсті екенін жақсы білеміз. Бесінші аталық, алтыншы аналық. Гүлдің аналығы құмыра тәрізді, аузы, мойны, яғни түйіні болады. Аналықтың кеңейген жерін түйін дейді. Ол түйінде аналық жыныс жасушасы болады. Аталық екі бөліктен тұрады. Аталықтың үлкен кең жері тозаңғақ және жіңішке жері ол аталық жіпшесі. Тозаңғақтың ішінде ұсақ тозаңдары болады. Гүлдің осы барлық мүшелері гүл табанға бекітіліп тұрады. Міне жалпы гүлдің құрылысы осы. Егер де өсімдіктер тіршілігінде кем дегенде бір рет гүлдейтін болса, ондай өсімдіктерді гүлді өсімдіктер деп атаймыз. Гүлді өсімдіктер көбею кезінде алдымен тозаңданады, содан кейін барып ұрықтанады. Тозаңдану дегеніміз, балалар, ол аталық пен аналықтың қосылуы. Яғни аталық тозаңғаптағы тозаңдар аналықтың аузына түседі. Сол кезде тозаңдану жүреді. Тозаңдану дегеніміз аталық тозаңдардың аналықтың аузына түсуі. Тозаңданудың екі түрі бар. Тозаңдану бірінші өздігінен тозаңданады. Екінші түрі айқас тозаңдану. Айқас тозаңдану ол да екіге бөлінеді. Айқас жел арқылы тозаңдану және айқас қоңыздар арқылы, немесе бунақ денелілер дейміз. Бунақ денелілер арқылы айқас тозаңдану. Енді өздігінен тозаңдану ол сол гүлдің аталық тозаңы осы гүлдің аналығына түседі. Ал айқас тозаңдану кезінде бірінші гүлдің аталық тозаңы басқа екінші гүлдің аналығына барып түседі. Сол кезде айқас тозаңдану болады. Тозаңданудан кейін ұрықтану жүреді. Ұрықтанған кезде аналықтағы аналық жыныс жасушасы аталық жыныс жасушасымен қосылады. Осы кезде ұрықтану болады. Балалар, бүгінгі сабақта біздер гүлдің құрылысымен таныстық және тозаңданумен ұрықтанумен танысқан болатынбыз. Бізді жоғалтып алмау үшін каналымызға тіркеліп, қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.